بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті бауырлар, тәжвид дәрістерін әрі қарай жалғастырамыз. Өткен дәрісте иқлапты өткен болатынбыз. Иқлап деген ауыстыру деді, иқлап деген қосу, бір жерге жинау дедігі. Иқлап ол жаңа идғам. Бірінші исхарды өттік, кейін идғамды өттік. Ал қазір иқлап болады. Ал идғам болса өткен дәрістегі ол бір жерге жинау, қосу дедік. Енді иқлап бүгінгі дәріс. Иқлап деген иқлап бұл ауыстыру деген мағына. Иқлап ауыстыру, жаттап алсаңыз болады. Иқлаптың бір әрпі бар, ол бә әрпі. Бә әрпі. Яғни сукунды нуннан кейін немесе тәнуиннен кейін бә әрпі келсе, сукунды нун мен тәнуинді таза оқымаймыз, қосып та оқымаймыз, оны ауыстырып оқимыз. Ауыстырғанда қалай? Мысалға нәжіде нун келіп тұр. Нуннан кейін бә әрпі келіп тұр, міне. Нуннан кейін бә әрпі келіп тұр. Егер нуннан кейін, кешіресіздер. Егер нуннан кейін бә әрпі емес, нуннан кейін әлиф келсе, ол исхар болатын еді. Немесе нуннан кейін ләм әрпі келсе, онда идғам болатын еді. Бірақ нуннан кейін бә әрпі отыр, бә болса иқлаптың әрпі. Осы жерде сукунды нуннан кейін бә келіп тұр, иқлап ережесіне түсіп тұр. Иқлап ережесі бойынша нунды ауыстырамыз мимге. Көрдіңіз? Мин бәғди дегенде мим бәғди болады. Сол сияқты самиун дегенде самиун басирун, самиун басирун деп оқимыз. Құранда бұлай ешқашан жазылмайды. Міне бұлай жазылады. Сіз оны бұлай оқисыз. Жақсы? Лаюн нәже, лаюн бәданна. Оны лаюн бәданна. Бұл өте оңай. Просто нун әрпі мимге ауысады. Өйткені нуннан кейін тәнуин сукунды нун немесе тәнуиннен кейін бә әрпі келсе, сол тәнуин мен сукунды нун мимге ауысады ғой. Лаюн бәданна дегенде лаюн бәданна. Заудин ин дегенде, ин дегенде, біз бұны ауыстырамыз ма. Им дегенге ауыстырасыз. Болды, осыдан басқа ештеңесі жоқ. Зауджин бәхизин, яғни зауджин бәхизин болады. Иқлап ережесі міне осы ғана. Баршаңызға түсінікті болды. Ойлаймын, түсініксіз болса сұраңыздар. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.